Батыр, не істеп жатырсың? Есің дұрыс па, Әлия, не істедің? Жаттаса адам тапқан екенсің. Ол өзіңді жақсы көреді деп ойлап жүрсің бе? Ол маған ғана тісін қайрап жүр. Баршы бұл жерден. Бәрі дұрыс па? Жүрші үйге жуынып ал. Жоқ, өзім бара беремін. Жоқ, жүр жуынып ал, матырмен қалай барасың? Жүр, Олжас. Кірмей қойыншы. Кір, жуынып ал, жүр. Жет, кірер. Түсінбедім? Мам, сосын түсіндірем, жуынып алсыншы, я? Саламатсың. Ол қулықпен ғана шабуыл жасай біледі. Менен қорқатын шығарсың, Мен барлығым менің кесірімнен болып жатқандықтан ұяламын. Соңғы рет емес шығар. Сен оған қаншама рет жолама деп айт. Бірнеше рет айтқам. Түсінбей жатыр енді қайтемін. Жарайды, кет. Аулада Батыр тұрса ше? Батыр тұр екен деп сен үйіңде қалмайды шығар. Жарайды. Олжас. Мұны қалай түсінуге болады? Ана Батыр оңбағанның тірлігі. Түсінбедім, сонда сен Батырмен кездесіп жүрген жоқсың ба? Мен оны сізге айтқанмын. Мынау ма сондағы тапқаны? Не таптың бұдан? Сіз оны мүлдем танымайсыз, Олжас жақсы жігіт. Аха, жақсы жігіт. Тіпті төбелесуді де білмейді. Бастысы қорқақ емес. Сен байқамадың ба бүкіл кінәні сен іздеп тұрғаны? Олжас. Не мұны? Төбелесу деген ол қалып нәрсе олжас. Еш нәрсе етпейді. Ана бірақ қарсыласыңа жауап бере білсең болған. Я барынша тырыстым. Анаң келмей тұрған тез жуынып ал. Таңертең сөйлесеміз. Мен келдім. Сен де кешіп келеді болғамысың? Не болып қалды оған? Істеген ерлігінің ізін кетіріп жатыр. Олжас. Ал. Не болған саған? Жігіт боласам, ондай болады. Не? Қане өзі қайда? Көрейік та. Олжас, кеш болам. Міне. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Сені басыңмен төмен қарап тұра аласың ба? Қалай сонда? Саматты көрсетші. Міне осылай.
Қалай, тұра аламыз ба осылай? Қазір көрейік. Көрсет. Әкелсең бен. Бәке, қалай ойлайсың? Үміт бар ма? Енді бірдемесін қыламыз енді. Дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күні сағат 3-те келу керек. Қалай? Мектептен кейін осында бірден келеді. Болды, онда келістік. Аха, сау болыңыздар. Жүр. Қалай, Олжас? Кешікпей келеміз. Давай, жігіттер, жасаймыз. Алп. Өзім бара берейші. Өзің барасың. Одан ана жаттығың дұрыстап жасамайсың ба? Өзім барам дейді ғой. Сәлеметсіз бе? Кешірім сұрайым. Балам мен кесірімнен кішкене кешіп қалып еді. Бүгін адасып кетпесіне өзім алып келдім. Олжас кіре ғой. Олжас, сен мұртыңды қырып бастамағансың ба? Сен мұртыңды мүлдем қырмай-ақ қой. Әйтпесе, мұрты жоқ мысықтар ұқсап үйге жолын таба алмай қаласың. Санат. Кешір Сапай. Не сөз бұл? Қойдым болды. Тиіспеймін. Болды. Сабағымызды жалғастырамыз. Мен қазір мектепке келдім. Жақсы келістік. Кеше Жамал апай көмектесіп алып кетеді. Батыр ше. Ол мені аңдып тұрды. Балалар, үй жұмысын қайталай беріңдер, мен қазір 5 минутта боламын. Сен Батырды көрдің бе? Көрмегенде көрдім. Бірақ сәл алыста болды. Сосын кешке Әлияның үй жағында аңдып тұрды. Бүгін тағы келуі мүмкін, дайын бол. Жарбет, ұқтым. Жоба қалай болып жатыр? Жақсы. Мен қажетті адамдардың бәрінен сұрастырдым. Олар қолдап отыр. Бірақ дұрыс шешім қабылдау үшін түсінесіз ғой енді бастап майлап жіберу керек. Қанша керек? Қазір нақты айта алмаймын. Бірақ ақша шығаруға дайын болуымыз қажет. Олар қашан тойып болар екен. Жарайды. Бұл мәселемен өзім айлансайын. Жоқ. Қажет жоқ. Үркітіп алуымыз мүмкін. Жарайды. Менің жүгірмегім қалай? Озат оқушы. Биыл алтын белгіге бітірейін деп жатыр. Олай болса, не мәселе туындап жүр? Түсінбедім. Қандай мәселе? Кеше маған қоңырау шалып, мектепке шұғыл келуім дедің мен. Мен емес хабарласқан. Кірсем бола ма? Жамал, көріп тұрсың ғой. Осы емеспіз. Батыр жайлы айтарым бар. Сізге хабарласқан мен. Батыр, қалайсың? Ана екі ақымақ асханаға кіріп кетті. Кеттік ұстап алайық та. Жоқ. Әзірше болмайды. Неге? Тоқылдап жүрсе то. Қазірше анонимді режимді қоса тұрамыз. Сендерде қай сабақ қазір? Жамал, екі сабағы бар қатарынан. Бәрі шығып кетті. Е? Іште заттар алып қойды. Е? Кеттік онда. Сіз маған көк шай алдыңыз ба? Алдым. Айтпақшы, сіздерде не болып жатыр? Директор мұғалімдердің бөлмесінде қырып жатыр ғой елдің бәрін. Мен Оспановтың әкесіне хабарласып, мектепке шақырғам. Не үшін? Негізі кофені көп ішу зиян ғой? Біздің асханада бәрі зиян.
Олжас, сен бүгін кезекшісің. Қош? Иә. Дәурен барып кетейікші. Мен үй жұмысын орындап алайыншы, сен бара берші. Бұл істі бекер бастадыңыз ба? Сіз де солардың жағындасыз ба? Ода тұрған не бар енді? Сіз неге бір нәрсені қайталай бересіз? Мектепке төбелесу үшін емес, білім алу үшін келу керек. Жоқ, өмір сондай. Кей кезде мына күшпен барлық дүние шешіледі. Міне, соның кесірінен балаларда депрессия басталады. Мектепке келгісі келмейді. Ой, онсыз-ақ келіп жүрген жоқ олар. Сіз қалай түсінбейсіз? Буллинг деген осы емес пе? Әлгі синий кит, Америка мектептеріндегі атыстар. Енді ол Америкада ғой, бізде емес қой ол енді. Құдайға шүкір. Бірақ бізде орын алмайтыны кімге біліп? Балалар, отырамыз. Медет, терезені жапшы. Ана жақта екеуін көрдім. Мә, сосын? Сосын дегенде қызық маған тиіскен жоқ. Демек, бәрі бітті деген ба? Дәурен, менің сумкамды көрген жоқсың ба? Жоқ. Олжас, біресе жоғалтып алдың ба? Жоқ, ештеңе. Олжас, ана жақтағы сумка сенікі емес пе? Апа, мен шығып кетсем бол ма? Сабақ енді басталды ғой. Тез келем. Жарайды, бар. Кір. Сонымен кім жауап береді? Санат. Апай, мен әрқашан жауап беруге дайынмын. Бірақ қазір үндемей ақ қояйын. Не деген сыпайылық? Одан да кітаптың бетін ашпадым десеңші. Басқа кім жауап береді? Олжас. Қазір. Фу, Олжас. Не мынау? Не бәле мынау? Апай, оның үй тапсырмасына түкіргені бар. Олжас. Олжас. Не істеп жүрсіз? Басыңыз істей ма? Олжас, бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс, бара бер. Не сені күте тұрайын? Бара бер дедім ғой саған. Сен бе істеген? Нені айтасың? Дәптерді айтам. Біреудің затын айтып сен әдетің жоқ. Ятсыз, ұялмай. Алия, не болды? Қарашы. Не болды? Тыныш. Апай, Олжасты мазақ қылып жер-жебірен жеткізбе. Мынау. Алия, болды демей саған. Сен мен естіп тұрсың ба? Алия! Алия! Түк түсірсем бұйырмасын. Емделу керек анау. Өт бұтқа, өтеміз. Ринат, о, жақсы. Осыны қайталамыз кезек-кезек.
алма кезек. Келесі жарысқа дайындаламыз. Жақсы, жақсы, істей бер. Жақсы. О, жарайсың, молодец. Е, өзің бір инелік екенсің, а? Неге инелік? Әзіл ғой, әзіл. Ал, бастай бер, Олжас. Бар. Давай, Самат, тартыламыз. Баста, неғып тұрсыңдар, жасандар. Неден бастайын? Басымен төмен қарап тұрасың. Бұл тез, бізде уақыт жоқ. Келесі жарысқа дайындалу керек. Жақсы, әдемі, осылай. Жақсы. Жарайсың, молодец. Осылай. Не үшін күліп тұрсың? Күлеміз бе? Өзің ісіңмен айналсаңшы. Сен не дұққа тойып аласың ба? Не болды? Жігіттер, тоқта. Самат, Олжас, саған тапсырма бердім ғой, неге орындамай тұрсың? Бұның бәрі маған не үшін керек? Мен не цирктік өнер көрсетемін бе? Сен мұнда күресуге келдің бе, да ұрысуға келдің бе? Күресуге келдім, сіз шынымен де жаттықтырушысыз ба? Сен әрең таптым ғой. Ләуренге рахмет, қайда екеніңді айтқан. Енді мені бұл жерден көрмейсің. Не болды? Мына сумкаңды ал. Айтпақшы, қазір сабақ болып жатыр ғой. Сен үлгілі оқушы едің ба? Жалығып кеттім. Менде де солай. 11 жыл бойы солай оқыдым ғой. Ешкімге керек емес еді. Сен біреу үшін оқымайсың ғой. Мен сол оқыған білімім бағаланса күшті ғой. Мектептегілерге де, үйдегілерге де бәрібір. Білмеймін, бұндай ол. Мен ұзаққа бармайсың. Өмірің өз қолыңда ғой. Сен сонда мен синдром отличника деп ойлайсың ба? Жоқ, маған жалпы бәрібір негізі. Мен қайдан тауып болды екен? Әкең бе? Мүмкін мектепке барып мен сонда болмаған соң осында іздеп келген шығар. Жамал апай сені менімен кетті деп айтып қойдым. Жүрші соны білейікші. Мама тіпті таң қалмады да. Енді алдын ала ақылдасып айтқан шығар. Олай болса телефонмен шеше салмады ма? Үйге келіп қайтеді. Енді бізді қайдан іздейміз деп ақылдасып жатқан шығар. Тоқта, қайда кетіп барасың? Сен мен мамамды білмейсің ғой. Айғайласып, ұрсып, қазір папаңды қуып шығады. Сен де менің әкем білмейсің ғой. Онан да кішкене күте тұрайық. Әйтпесе ол да мені аямайды. Жарты сағат өтті ғой. Шығыз, тезірек, ешкім жоқ. Барыңыз. Барсаңыз. Екеуі бір-бірін қайдан таниды? Қозғамай-ақ қояйық. Маған бірдеңеден сезіктеніп жүреді. Айтпай-ақ қойғаның дұрыс болады. Сен сонда екеуін істеп жүргенін дұрыс деп ойлап тұрсың ба? Есің дұрыс па? Мен жай
Не жай? Не айтқың келіп тұр сонда? Мен кеттім. Ешкімге айтпаймын деп уәде бер. Уәде беремін. Ерте келіп алыпсың ғой, қызым. Апай ауырып қалып, сабақтан ерте қайттық. Мен жинап шыққам ғой сол. Жуынып алайын деп. Алия, Мен киінем. қашаннан бері ұялатын болғансың? Ал сен қашаннан бері ұялмайтын болғансың? Келдің бе, балам? Қалайсың? Жақсы. Айтпақшы, папам қайда? Жұмыста ғой. Жуатын киімдерің бар ма? Бар, қазір берем. Әкеле ғой. Олжас, келші бері. Қайда бір жатсың? Кеше тып-тыныш келіп, бүгін тып-тыныш кетіп бір жатсың. Бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс. Не үшін сұрадыңыз? Кеше жаттығуың қалай болды? Жақсы. Балам, сен таңғасың түшпейсің бе? Жоқ, мам, мен тойып тұрмын. Кет, сау болыңыздар. Соңғы күндері бір түрлі болып жүр осы. Енді адам бірдеңе жасырғысы келгенде солай өзгереді. Таким образом, активная жизненная позиция – гражданский долг каждого. Енді өзімен өзі түкіріп болып қалмайтын шығар. Нельзя оставаться в стороне от событий, которые важны Неге для ашуланасың сен? общественности. Батыр енді саған тиіспейді. Ал ана Санат, Батыр айтпаса бізге түк істей алмайды. Даурен, повтори-ка, что я сказала. Ну, гражданская позиция, она должна быть у всех, и поэтому она и гражданская. Ну, своими словами можешь объяснить? Ну, как? Ужас. Это означает, что если с кем-то что-то случается плохое, то близкие люди не могут оставаться в стороне. Не только близкие люди, а все нормальные люди. Как говорил классик, не стоит бояться предателей. Ведь все, что они могут сделать, это только предать. Нужно бояться людей безразличных. Именно с их молчаливого согласия и творится зло. Садись, Даурен. Продолжим урок. Не забываем повторить правила. Спрашивать буду каждого. Санат. Санат деме. Не ол? Мен сумкама кім тиіскен білесің бе? Білмеймін. Білсем де айтпас еді. Дәптерімді сен болған? Олжас, көкені танытқым келсе, сен сумканан емес, сенен бастар едің. Ал мен жауап қайтаратын едім. Әрине, сен жауап қайтарушы едің. Бірақ та жауап қайтара алмай қалатын кездер болады.
сендер не жалаңаш адам көрген жоқсыңдар ма не? А? Не үшін ұмытып тұрсың, не үшін ұмытып тұрсың енді саған не? А? Не үшін сен не үшін ұмытып сен не күліп тұрсың, а? Сен маған күліп тұрған, анаң қара, ақымақ! Сен маған Олжас! Күлкірма саған, күлкірма! Олжас!